Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы техникалық су өңдейтін мембрана қондырғысы тәулігіне 3000 текше метр су тазалауға арналған. Алайда дәл қазір 300 текше метр су шығарып отыр. Өйткені құрылғылары көнерген. Сондай-ақ су құрамындағы темірді тазалайтын қондырғы атымен жоқ. Сол себептен жоба межені бағындыра алмай отыр. Ал осы мәселе бойынша өңір басшысы жауаптыларға тапсырма берді. Тест қылып, себебі күлістің сондағы құрамында темір составы көп, темір. Мына жерде темірді алдын ала ұстап қалатын. Фильтрді пастен қаралмаған ба? Бұл жоғысы қаралмаған. Ауылда бір дәрігерлік амбулатория жұмыс жасайды. Биыл аталмыш нысанға күрделі жөндеу жүргізілмек. Ал ауылда 4 көшеге тас жол төсеусіз тұр. Биыл 3 шақырым жол салынады дейді ауыл әкімі Дастан Мұратәлиев. Биыл сол ауыл ел бесі бағдарламасы аясында жобалық сметалық құжаттар жасақталды. 79 миллион теңгеге. Биыл сол ақша республикалық бюджеттен ақша бөлініп, қазіргі таңда конкурс рәсімдері жүргізілуде. Бұйырса, жылдың аяғына дейін ауыл 100% толық асфальтталады деп жоспарлап отырмыз. Ауыл іші жолдарды күтіп ұстау бойынша бюджеттен ақша қарастырылды, 2,5 миллион теңге. Оны мега констракшн дейтін жауапкершілігі серіктестік жеңіп алды. Енді сол жұмыстар бойынша разметка сызу, пешеход сызу және жол белгілерін орнату, жол белгілерін жаңарту, лежащийлерін орнату, сол сияқты жұмыстар жүргізеді. Баяндыда шешім таппаған мәселелер бар. Тұрғындар электр энергиясының қуаты төмендігін, ауыз судың жетпейтінін айтып шағымданды. Сонда мына Баянды төрттің салынудың негізділігі қандай жаңа? Мәселені шешпейтін болсақ, мұндай апарып кім барады оған? Халық өсіп жатыр, өніп жатыр. Енді мына Баянды ауылында қазір кезекте қарайған мыңдаған адамдар тұр. 2006 жылдан бері жер кезегінде. Олардың конституциялық құқығы бар. Кез келген жерде өзінің жеке тұрғын үй салуға, жер алуға. Сондықтан кейін олардың конституциялық құқығын шектей алмаймыз. Сондықтан кейін енді осындай шешім қабылданды. Қазіргі таңда инфрақұрылым жүріп жатыр. Кезекте тұрған азаматтарға беріледі. Егер тұрмайтын болса, онда келесі кезекте азаматтарға беруіміз керек. Мына 107-ні уақытынша болса да Баяндыға таңертең 6-тан 10-ға дейін, кешке қарай 4-тен 8-ге дейін айналдырсаңыз мүмкіндігінше. Себебі жұмыстан кеш қалып жатыр, оқудан кеш қалып жатыр. Мына автобустарыңыз жарамайды. Бұл себебі 2 ауданға қатынап тұр. Маңғыстау 5-ке, Баяндыға да. 120 автобус Ақтауға аламыз, қалған босаған автобустар бері қарай береміз. 120 автобустың біразы осы Мұнайлыға да кіреді. Баянды бар, Басқұдық бар, 103, 105. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыратын азаматтарға айтып отырғанымыз, сіз айтқандай қашан келетінін білмей, аңтарып, әйтеуір сағаттап күтпес үшін ішінде автобустардың өзінің белгілеген маршрутпен жүруін қамтамасыз ететін GPS трекер бар. Соны салып, мынаға шарып қоямыз. Мынаны ашып қарайсыздар. 103 автобус қай жерде келатыр. Ана көрсетіп тұрады қай жерде екенін. Қазір Баянды ауылында 320 орындық қосымша мектеп салу үшін жер телімі белгіленіпті. Енді жайлы мектеп жобасы аясында тиісті құжаттар жасақталуда. Бұдан бөлек ауылға 2 ай алдама салыну жоспарға енгізілді. Әлде атқарылатын жұмыстар да жетерлік. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.